Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әлімхан Малика Бағдатқызы және мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Сіздерді менің жүрегімнің мектебіне саяхатқа шақырамын. Мектеп мұғалімдері премьер-министрлар тек армандайтын билікке ие деп әлем тарихын өткен ғасырда өзгерткен Уинстон Черчилль айтқан екен. Шынымен де адам баласының ең алаңсыз, ең қызық кезеңі мектеп қабырғасында өтеді. Алғашқы еліктеу, қызығу, армандау, дос болу сезімдерін сезінесің. Бұл сезімдерді бір арнаға тоғыстырып, мені тұлға ретінде қалыптастырған ұстаздарым болатын. Өсе келе, ұстаздардың еңбегінің зор екенін, ұстаздық деген ұлы іс деп түсіндім. Ұстаздарымның ізін жалғап, мен де жас жеткіншек шәкірттерге жол сілтеп, білім мен тәрбие жолында шамшырақ болуды армандадым. Сол себепті мен осындай жауапкершілігі жоғары мамандықты таңдадым. Адольф Дистарва мектептегі ең ғибратты пән ол ұстаздың өзі деген екен. Ұстаздық жолында ұлы тұлға Мұхаммед Баманбайұлының аты берілген, сол кісінің еңбегін көрген мектеп қабырғасында бастау бағы бұйырды. Ұлы ұстаз Шырал қаласындағы ең алғаш мектеп-интернаттың іргетасын қалаған болатын. Сол кісінің мектебі де бар заманауи жаңалықтың ең алдында жүріп, өз оқу үрдісіне үлесімді қоса біледі. Ұлы ұстаздың шәкірті бастап отырған мектептің ұжымы мені жылы лебіздерін аямай қарсы алып, бары білгенін үйретті. Осы жолда маған бағыт-бағдар беріп келе жатқан тәлімгерім, педагог зерттеуші Дәрия Мосанқызы және оқу ісі жөніндегі орынбасары Меруерт Нұрдыбекқызы менің өмірімнің осы жаңа мектебінде ұстазы бола білді. Солардың жетелеуімен аз уақыттың ішінде біраз жетістікке жеттім деп айта аламын. Мне еще предстоит многому научиться. И хотя я все еще пишу первые страницы своей книги мудрости, я начинаю понимать, какой будет школа моего сердца. Словами гения Эйнштейна, я постараюсь быть человеком, который никогда не учит своих учеников, а лишь старается обеспечить им условия для обучения. Я буду стараться сохранить огонь в сердце каждого ученика и подготовить их ко всем аспектам жизни. Как представитель нового поколения учителей и молодежи Казахстана, я хочу сформировать граждан, обладающих знаниями и энергией, действовать на благо своей Родины в соответствии с требованиями времени и социальным заказом. Для этого я используя все возможности информационного века, не забывая про наши национальные ценности. Кроме того, я хочу быть другом своим ученикам. Я хочу стать человеком, который покажет им, что их мнение также очень важно и ценно. Thinking about what kind of teacher I want to be, the words of William Arthur Ward come to my mind. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. I strive to be an excellent teacher who instills a love of learning, promotes personal growth, and teaches values beyond the classroom. To do so, I want to make my classroom a safe place where my students would be unapologetically themselves, loud, chaotic, courageous, and adventurous. As a teacher of foreign language, I consider my paramount duty to not only teach a language, but allow my students to explore both the outer and inner worlds using the means of the language mentioned. The path ahead may not be easy, but I am excited to embrace it with passion, empathy, adaptability, a lifelong commitment to learning, and a desire to inspire and motivate my students. After all, teaching is not just a profession. It's a chest bell somewhere deep in your heart that rings along with the school bells, inviting you into the amazing world of magic, imagination, fantasy, and knowledge, all within the span of 45 minutes. I hope that the ring of my bell will always guide my students.